Сонымен балар, біз омыртқалы жануарлардың қозғалысымен танысып жатырмыз. Біз балықтың қозғалысымен таныстық. Енді қазір оның дене бітіміне көңіл тоқтатайық. Қымбатты оқушылар, біз омыртқалы жануарлардың қозғалысымен танысқанбыз. Соның ішінде өткен сабақта балықтың қозғалысымен таныстық. Балық суда жүзеді. Соған байланысты денесінде біршама өзгерістер болады. Енді соны білу үшін біз балықтың сыртқы құрылысына назарымызды аударайық. Балықтың денесі 3 бөліктен тұрады. Олар бас, тұлға, құйрық. Бас бұл сүйрілеу келген. Міне, ол желбезек қақпағынан бастап анал тесігіне шейін тұлға болып есептелінеді. Одан кейін құйрық бөлімі. Сүйрілеу келген басы, одан кейін мынау тұлғасы, тұлға дөңестеніп жуандайды. Ал құйрыққа келген кезде бұның денесі қайтадан жіңішкереді. Құйрық жүзбе қанатпен бітеді. Балықтың суда тіршілік етуіне мынау тұрған жүзбе қанаттар көмектеседі. Балықтарда мынандай жүзбе қанаттар болады. Балықта құйрық жүзбе қанаты, бір жұп көкірек жүзбе қанаты, бір жұп құрсақ жүзбе қанаты және анал жүзбе қанаты болады. Ал балықтың арқасында арқа жүзбе қанаты орналасады. Алға қарай жүзгенде құйрық жүзбе қанаты негізгі рөлді атқарады. Балықтың көкірек және құрсақ жүзбе қанаттары бұлардың көмегімен, яғни құрсақ көкірек жүзбе қанаттарының көмегімен балық судың төменгі қабатына түсіп, беткі қабатына көтеріледі. Бұл жүзбе қанаттар балықтың тепе-теңдігін сақтайды. Ал құйрық жүзбе қанатының астыңғы жағы балықтың денесін берік ұстауға көмектесіп тұрады. Балықтың денесін сүйекті қабыршақтар қаптап жатыр. Бұл қабыршақтардың әрбір жиегіне артқы жиегі келесі қабыршақтың алдыңғы жиегіне жапсарласа орналасады. Балықтың қабыршақтарынан бүйір сызықты біз көре аламыз.